Мына өмірдің құны қандай екенін білесіздер ме? Қараңыз. 60-қа келген кісі, 60-қа келген кісіге өмір баяныңызды айтып беріңізші десең қандай болады? 10 минут, 15 минут жетеді. Сенің 60 жылдық өміріңді айтып беруге 10 минут, 15 минут жетеді. Енді одан ары қарай кетіп бара жатсаң, ана кішкентай кезінде жынды біреулер болған ғой, тек біреу төбелескіш, дискотекадан шықпайтындар ше. Содан ана қызық нәрселерін айтып бір 20-25-ке енді бір нәрсе қылып жеткізуі мүмкін. Болды, одан кейін шаршайсың. Bir адамның өмірі бар ғой, 25 минуттан кейін болды, жалықтырады адамды да. Қарасаңшы, 60 жыл, 70 жыл өмір сүрген адамдардың өмірі 10-15 минуттық документальный фильм. Қарасаңшы, кино түсіреді. Киноларда қалай болады? 1 сағат, 1,5 сағатта бір бала туылады. Ол өсиет кәдімгідей. Барады да төбелеседі де жеңіледі. Кейін ақыр түбінде соны жеңеді, кейін барып Наташаға үйленіп, бала шағалары болып, кейін ол Наташадан ажырасады да. Сөйтіп барып қайтадан аяқтан басқа біреуді алады. Сөйтіп жүрген кезінде өзі қартаяды да, инвалид болып, әйтеуір дүниеден өтеді. Өмір, соның бәрі қанша уақыт кетеді? Кинода жаңа әсерлеп келтіргеннің өзіне 1,5 сағат ары кеткен кезде болды. Өмірдің құны осы ғой міне. Не дейді? Өмір деген қандай десе, мына 30-дағы жігіттер. Қараңыз. Мен мысалы мына өзім жасыма алға қарай бір 4 жыл, 5 жыл алға десеше, ұзақ сияқты ма әлі? Қайда әлі күз келеді, қыс келеді. Көктем келеді, қайттан жаз келеді, одан кейін күз, қыс, қайттан, әлі 5 реттен келу керек, ұзақ па? Өткенің ше, өткенің, зыр. Ал қыс өтіп кеткенде бір адамдарда. Ал енді өмір баянды айтшы десең 10 минут, 15 минут. Сіздің өміріңіз бар ғой, 10 минут, 15 минуттық бір документальный фильм ғой. Соны айтады, сен алдыңды армандай берме дейді да. Ұзақ құсап көрініп қалмасын саған өмір. Бір кісілер айтады, өмір деген қандай десе, ана есіктен кірдің, мына есіктен шығып кеттің дейді. Мысалы қараңыз, бір қызығын айтайын. Адам туылған кезде азан айта ма? Құлағына азан айтады. Өлген кезде ше? Намаз оқиды, жаназа намазын оқиды. Жаназа намазында бірақ азан айтпайды. Неге? Ол адамның азаны баяғыда туылған кезінде айтып қойған дейді. Енді қараңыз, сен өмірің қандай десе, қазір шам намазын оқиын деп отырып қоя. Шам намазына азан айтасың. Аллаху акбар деп. Артынан бір 2 минут, 3 минуттан кейін намаз оқисың ба? Сенің өмірің ана туғандағы намазбен, азан мен өлген кезіндегі намаз бар ғой. Сол екі намаз бен азанның арасында аяқ нәрсе ғой дейді. Бұны кім біледі? Бұны қариялар түсінеді, жастар түсінбейді. Сол үшін жігіттер өміріміздің қадірін білейік. Не дейді? Әр күніңді бағалап, әр уақытыңды ше, әр уақытыңды. Қазір қараңыз, алдымызға әлі жарты сағат біраз уақыт бар да, бірақ біздің өткен жарты сағатымыз көзді биттің өтіп кетті да ол. Бірақ не пайдаланып қалдым? Біреулер бар, бітеп отырады. Анда қолына бір нәрсені ұстап алады да, бітеп отыратындар бар да дейді. Не істеймін деп ше. Бірақ анау қолындағы бір өсіп жатқан да жоқ, ол көбейіп те жатқан жоқ, ешнәрсе жоқ. Бірақ жарты сағат уақыт бейді, просто не істесем екен деп өтіп кетті да. Ал біреулер қимылдап жатыр да, сол жарты сағатта бір нәрсе ұстап қалады.